Сәлем баршаға. Бүгін саршаяндар туралы айтам, яғни скорпион. Қандай адамдар олар? Бірінші орын бұл адамдар өте құпиялы адамдар деп айтуға болады. Құпиясы өте көп. Сосын темпераментный адамдар деп айтуға болады бұларды. Даже мен деген психологтардың өзі бұл скорпиондарды полностью раскрыть ете алмайды. Өйткені бұлар өте ақылды, чутьесі күшті дамыған, интуициясы күшті дамыған, барлық нәрсені анализировать етіп қарап отырады. Олар қасында отырған собеседниктің өзін қандай адам екен сөйлеген сөздерінен біліп отыратын адамдар скорпиондар. Яғни адам тани білетін адамдар бұлар. Егер скорпион сізге өзінің слабостін айтып, әлсіз жақтарын айтып, секреттерін, құпиясымен бөлісіп жатса, қуаныңыздар. Значит, скорпион сізді өзіне жақын санап жатыр деген сөз. Сізді жақын санап, сізді жақсы көреді деген сөз. Скорпиондар барлық адамға бірдей ашыла бермейді. Негізі ашылуы өте қиын. Например, мысалы мен айтайықшы, 3 досы бар скорпионның, 3 досы, үшеуіне бірдей көмектеседі. Скорпиондар көмегін ешқашан аямайды. Үшеуіне бірдей көмектеседі, үшеуіне бірдей совет береді, үшеуін бірдей көреді да, 3 досын. Бірақ осы үшеуінің ішіндегі біреуіне ғана шын секретін ашып, яғни өзінің слабостын да айтып, өзінің бір секреттерін де айта алатын үшеуінің ішінде біреу ғана болады. Біреуіне ғана айтады. Яғни сол адамды ғана жүрегіне жақын қабылдайды деген сөз ол. Үшеуіне бірдей қараса да. Скорпиондардың өз-өздерін тәрбиелейтін, дисциплинада ұстайтын мінездері бар. Яғни егер қателік жіберіп қойса, оңайлықпен қателік жібермейді, бірақ жіберіп қойса, өз-өздерін ішінен жеп қоятын адамдар, өз-өздерін ұрсатын адамдар. Негізі самый сильный знак қой, по знаку зодиака самый ішіндегі күштісі сильные осылар. Цель қойса мақсатына жетпей қоймайды. Высшее обществоны жақсы көреді, роскошты жақсы көреді, әрқашан жарқырап бір керемет болып жүргенді жақсы көреді. Өтірік айтқанды жаман көреді, бірақ умеет промолчать. Шындықты айтқысы келмей ма, промолчать үндемей қоя салады. Ни рыба, ни мясолар жақтырмайды, былжырап, сылдырап қағандарды бола ма, четко болу керек, болмай ма, вообще болмау керек, короче. Либо былай қылған жақсы көреді тірліктерді.